Так, так, менің есімім Дәурен Мақсұтханұлы Мұхамеджанов. Осы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің телерадио кешенінің директорымын. Және осы журналистика факультетінде баспагерлік, редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасының аға оқытушысы ретінде сабақ дәріс беріп келе жатырмын. Қазақ және орыс топтарына. Енді бүгін танысу болсын. Сіздердің әзіз жүздеріңізді көргенімде қуаныштымын. Не Нұршат бірақ жігіт пе сонда араларында? Қыдырәлі деген болу керек, жігіт. Ол не түрін көрсету ұялып отыр ма не? Саламатсыз ағай. Ассалаумағалейкум. Біздің қазақтың жігіттері ассалаумағалейкум деп амандасады. Соған келісіп алайық әзірге. Қыздар енді сәлеметсіздер ме деп айта берсе, сәлеметсіз бе деп айта берсеңіздер болады, Бұл негізгі біздің арамызда коммуникация болу керек. Біз бір нәрсеге уәде берсек, сол уәдені орындап отырсайық. Ағай ана оқып қалды, мына оқып қалды, ақ болды, көк болды, сонымен жоқ болды деген болмай-ақ қойсын. Мен сіздердің алтын уақыттарыңызды алмауға тырысамын. Себебі менде бұл 05 старт болғаннан кейін негізгі жұмысым жаңа телерадио кешеніне байланысты болғандықтан менде уақыт өте әрбір уақыт шектеулі. Сондықтан барлықтарыңыз мүмкіндігінше қатысуға тырыссаңыздар, сол дұрыс болады деп ойлаймын. Себебі сіздер былтырғы жылы мынау карантинге түсіп қалдыңыздар пандемияға байланысты. Сондықтан үйден оқуға тура келді бір жыл. Енді биылғы жылда әзірге қазір онлайн оқуға тура келіп жатыр. Енді ары қарай қалай болады, оны біз кезінде көрерміз. Енді әзірге осы онлайн күйде бастай береміз. Сабағымыз, Біздің пәніміздің аты қандай? Композиция 1. Композиция 1. Жақсы. Композиция 1 болайық онда. Сонымен композиция деген не екенін өтеміз. Кім сабаққа белсенді қатысып отырады, деген мен сөзімді қайта-қайта бөліп, менің алдыма шығып кетіп емес сабақ барысында. Просто егер мен сіздерге сұрақ қойсам, сол сұраққа жауап беріп, болмаса бір ұсыныстарың болса, ұсыныстарыңызды айтып, былайша айтқанда қалып кетпей, мүлгіп кетпей, барынша сабақты түсінуге тырысып отырсаңыздар, мен оған сәйкесінше балдарыңызды қойып отырамын. Бал өздеріңіз білесіздер, әрбір өткен сабаққа бал қойылып отырады. Семинар болсын, лекция болсын. Негізінде бірақ бүгін бізде қазір семинар екен. Лекция ертең болады, ертең таңертең. Сондықтан біздің қазіргі расписание бойынша солай тұр. Сабақ кестесі бойынша. Менде бірақ мен жаңа мына біздің диспетчер Ұлпан деген апайларыңызға айттым. Менде бүгін сағат 11-ден бастап кешкі 6-ға дейін қойып тастапты. Мен жұмысым бар жаңағы бұдан бөлек. Сондықтан маған қиыншылық тудырып отыр. Бірақ бүгін сіздердің жүздеріңізді көргім келгенін мен шынын айтып қуанышты болып отырмын сіздерді көргеніме. Сондықтан айттым, бүгін жарайды сабақты өтейік. Бүгін біз балаларымызды танысып алайық. Өткен аптаны әйтпесе өткізіп алдық карантинде. Сіздерге осы аптадан басталды осы сабақ негізінен, Бәрің дизайнда оқып жатырсыңдар. Дизайнның 2-ші курсы. Дұрыс қой, Ал дизайнның ішінде қайсыңыз өз бағыттарыңызды таңдадыңыздар ма? Мысалы, біреулер айтады, мен киім дизайнымен айналысқым келеді дейді. Біреу айтады, мен полиграфиялық дизайнмен дейді. Біреу айтады, мен өнердің сан салалы дизайндармен айналысқым келеді деп. Бірақ сіздер енді мына жерге түскеннен кейін, журналистика болғаннан кейін, мен түсінгенімше бойынша сіздер баспа ісіне қатысты дизайн оқисыздар, солай ба? Біз медиа дизайн оқып жатырмыз. Медиа дизайн дегенде, медиа деген сөз кең түсінікті алады, себебі бұқаралық ақпарат құралдары. Медиа дегеніміз жалпылама алған кезде оған күнделікті мерзімді және мерзімсіз баспасөз құралдары, содан кейін телевидение, радио, интернет сайт дейміз, портал дейміз, парақшалар соның барлығы кіріп кетеді ғой. Сіздер осының ішінде
өзінің бір саласын кейін өздері ыңғайларыңызға қарай белгілеп алсаңыздар, ары қарай кейін өздерің ары қарай сабақ оқығанға да және жұмыс жасағанға да ыңғайлы болады деп ойламын. Қазір мен 1 минут жауап берейін. Так, біздің старостамыз Балым, иә? Иә, мен ағай. Мына қыздардың барлығын танисың ба, жігіттердің барлығын танисың ба, танымайсың ба? Былайша айтқанда мен өмірде көрген емеспін ешқайсысын, бірақ былтырдан бері бірге оқып жатқандықтан барлығын танимын. Былай ойша мағына түсінік бойынша таныспын дейсің ғой, иә? Иә. Виртуалды түрде таныссыңдар, иә? Енді онлайн тезірек енді мынау офлайн өмірге келіп, бір-біріңіздің жүздескенге не жетсін. Дегенмен енді мынау ең бастысы денсаулықтарың сендердің ең бастысы. Сондықтан мүмкіндігінше сақтанып жүріңіздер. Қазір коронавирус деген өте жаман ауру болып шықты ғой, енді қаншама адамды жалмап кетіп жатыр. Сондықтан да мен де сіздерге айту парыз. Мүмкіндігінше маска қолданып жүріңіздер көпшіліктің арасында жүрген кезде. Қолдарыңызды тазалап спиртпен жаңағы арнайы антисептик құралдары бар ғой, солармен міндетті түрде жүріңіздер, тазалық сақтап. Сонан кейін егер өздеріңіз ауырған болсаңыздар, басқа біреуге жұқтырмауға тырысыңыздар. Сондықтан да сіздер болып, біз болып, бұл пәнді біз ары қарай жүргіземіз деген ойдамын. Қыдырәлі, өзіңе келесі пәнге ертеңге дейін бір камерасы бар телефон табуыңа тілектестік білдіремін. Жігітсің ғой, табасың деген ойдамын. Әйтпесе мына сенің бізге қай жерін қаратып қойғанды біле алмай отырмыз да. Түріңді көрсетіп отырсың ба, басқа жерін көрсетіп отырсың ба. Сондықтан мына қызым жер әдемі қыздар бәрі ренжіп жатыр. Шонта қойса қой деп. Мен айтамын, сабыр сақтаңыздар, ертең бәрі нормально болады деп отыр. Жақсы, енді сабаққа келейік. Бірінші мына жерде Нұршат Талантбек па аты жөнің? Ассалаумағалейкум. Талантбек. Нұршат Талантбек. Өз атым Нұршат, папа аты Талантбек қой. Сен қай жақтан келген қандасың? Қытай елінен. Қытайдың қай жерінен келдің? Қытай елі. Еледен? Иә. Жақсы. Ар жағын кейін анықтар жатармыз, Мәриям Жасұланова, сіз қай жақтан? Мәриям? Бүркіт, мен соңқар тыңдап тұрмын. Мәриям, дауыс шықпай жатыр ғой. Естіліп тұр ма? Енді естіліп жатыр. Сіз қай жақтан? Мен Орал қаласынан. Орал қаласы. Орал қаласы. Незат деп отырғаным сол екен ғой, Жақсы. Кім ұл болсын, жарылқасын? Ұл болсын, жарылқасын? Байланыс нашар болып тұр ма? Саламатсыз ба? Саламатсың. Сен қай жақтан? Түрің дұрыс көрінбей жатыр. Абойды көрсетіп отырсың да, маған абой жоқ, сенің түріңді көріп тұрмын да. Қызылорда облысы. Жарылқасын облысы. Саламатсыз ба? Жақсы, ары қарай. Мөлдір Сапарбек. Сен қай жақтан? Саламатсыз ба? Мен Моңғолиядан. Қазір сен сол жақтасың ба? Әлде Қазақстанға қайтып? Карантинге байланысты елге кетіп қалғанмын қазір. Моңғолиядан. Моңғолияның қай жерінде? Баян-Өлгийде? Иә, Баян-Өлгийде. Жақсы, ар жағын кейін айтармыз. Ақбота Қыдырбек. Саламатсыз ба ағай? Мен Жаркент қаласынанмын. Жаркенттен, Алматы облысы, Жаркент. Өте жақсы. Ой, Балым, кешірерсің, сен ренжіп отыр екенсің. Сен сұрамаппын, қай жақтансың? Кімсің? Жоқ, ренжіп жатқан жоқпын ағай. Мен Жамбыл облысында, Талас ауданынан. Жамбыл облысы, Талас ауданы.
ойбай, өткенде ана жарылыс жасап жүрген сен емессің ба әйтеуір? Жоқ. Қалжың ғой, қалжың, иә. Таразға қатысым жоқ мен. Жамбыл облысы болғанмен Таразда тұрмаймын. Жақсы, қалжың ғой. Шынар Қанапия. Сіз? Ағай, мен Алматы облысы Кеген ауданынан. Кеген ауданынан. Жақсы. Кеген қай жағынан екен кейін сұрап жатам. Асықпай. Мөлдір Асқарова деген қызына тығылып тұрған қыз бері қарай шықшы. Бұрышқа тығылып алыпты мына қыздар ғой. Сәлеметсіз ағай, мен Атырау қаласынан боламын. Атыраудан? Өзінен ба? Иә. Бері қарап жарыққа қарай кішкене шықсай, не отырсың астығын? Деп өздерің сияқты ұрысып кетейін ба? Кім қалды енді? Кім қалып барады бұл жерде? Қыдырәлі. Қыдырәлімен біз енді ертең бірақ танысатын болдық қой, иә? Қазір ол түрін көрсеткісі келмейді. Бекзат деген қыз болған, интернет істемей кетті. Бекзат қайда? Интернет істемей жатыр дейді. Істемей жатыр дейді. Жаңа кірген, ол басында отырды ғой, сосын шығып кетіпті. Жарайды. Ең бастысы сол өздеріңізбен танысып жатырмын. Мен мұнда білгім келгені кім қай жақтан екендігін білу біз үшін парыз және міндетті оқытушы болғаннан кейін. Себебі барлықтарыңыз бір жерде отырған жоқсыздар, әрқайсыңыз әр жақтан қосылып отырсыздар, осы технологияның дамығанның арқасында айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызып, өздерінің әдемі түрлерінде көріп отырған қуаныштымын. Ал енді мына дизайн, оның ішінде композиция деген ең негізгі дизайн болсын, жалпы бейнелеу өнерінде ең маңызды рөл атқарады. Жалпы бейнелеу өнерде не қой? Жалпы өнерде композиция деген өте маңызды рөл атқарады. Кез келген өнерді алып қарасаңыздар, ол театр өнері болсын, ол мынау кино өнері болсын, ол даже мынау хореографиялық би өнері болсын, музыка өнері болсын, кез келген өнерде композиция деген түсінік бар. Сендер бұрын өттіңдер ме композиция дегенде? Араларында өткендерің бар ма? Жалпы мына осы неге байланысты? Жалпы осы бейнелеу өнері бойынша арнайы білім алғандарың бар ма араларында? Колледж бітірген, мектеп бітіргендер бар ма? Мен бітірдім. Қыдырәлі, сен қайсыны бітірдің? Академия дизайна и технологии сымбат. Сымбатты, Тағы кім? Нұршат, сен қандай? Мен университетте болғам, Қытайда. Қытайда? Осы құрылыс мамандығында. Көркем өнер университеті ме? Дизайн мамандығы? Дизайн мамандығы. Екінші курста. Тағы кім бар қыздардан? Кешірім өтінемін. Бүгін жағым түсіп қалатын шығар. Кешке дейін сабақ өтетін болса. Жақсы, мен ол не үшін сұрап отырмын? Кейбіреулер мысалы ол түсінікті білуі мүмкін, кейбіреулеріңіз білмеуі мүмкін. Сондықтан айтамыз ғой, детально деп, нақты бір бүге-шігесіне дейін айтып түсіндіру керек пе, болмаса жалпылама айтып өту керек пе, мен соны өзіме жоспарлап жатқаным ғой. Егер екеуіңіз ғана нақты осы салада білім алған болсаңыздар, жалпылама қалғандарыңызға мүмкіндікше көбірек түсіндіруге тура келеді екен. Сондықтан біз енді уақытты алмай осы пәнге көшейік. Композиция деген пән бұл дизайнға қатысты. Сіздер дизайн саласында оқып жатқаннан кейін, дизайн ол енді жалпы бейнелеу өнерінің бір негізгі бағыты деп айтамыз. Бейнелеу өнері өзі негізгі екі бағыттан тұратын болса, оның біреуі дәстүрлі бейнелеу өнері. Дәстүрлі бейнелеу өнері деген кескіндеме, мысал үшін графика дейміз, мүсін өнері және тағысын тағылар. Ал енді заманауи бейнелеу өнері дегенге не жатады? Ол және дизайн, сол дизайнның тармақтары.
егер сіздер қазір енді 21-ші ғасыр ғой, егер менің мысалы бірін айтып жатқанда сіздердің өздеріңіз қарсы пікірлеріңіз болса, уәждеріңіз болса, оны айтыңыздар, талқылайық, ортаға салайық. Мүмкін мен де қателесуім мүмкін, мен де пендемін, адам баласымын. Сондықтан ол жағынан келген кезде мен сіздермен ойбай мына жігіт деген или мына қыз маған қарсы шықты деп мен оны сендердің жерлерін дейтін ондай адам емеспін. Сондықтан мүмкін де адекватты түрде жақсы пікір айтатын болсаңыздар, мен оны тек қолдауға және өзімнің қателігім болса, мен оны түзетуге дайынмын. Сондықтан осы бірінші күні біз келісіп алсақ, сонан кейін сіздерге анау студенттің өзіндік оқытушының өзіндік жұмысы деген бар ғой. Қалай дейді жаңа қысқарған самоөжі дей ма, мен смөж. Бұрын баяғы сөз деп қана тұрушы еді. Студенттің өзіндік жұмысы. Иә, соны айтамын, сөйтіп тұрушы еді, қазір студенттің мұғаліммен өзіндік жұмысы дейді. Бізде мұғалім деген ол мектепте айтылушы еді ғой. Жоғары оқу орнында оны оқытушы дейді, педагог дейді, солай емес пе? Жарайды, ол басқа мәселе. Ал енді мына жаңағы заманауи бейнелеу өнерінің негізгі бағытының бірі жаңа айттық, бұл дизайн деп. Ол дизайнның ішінде өзінің бірнеше тармақтары бар, дизайн жаңа айтамыз, веб дизайн дейміз, яғни мынау интернеттегі сайттарды безендіру, жеке сайттар ашу, порталдық сайттар бәрін бірлесіріп бір порталға біріктіру, портал ашу, я болмаса жеке бір бағытқа, жеке кәсіпке арналған веб парақшалар, веб страница дейміз ғой, мысалы. Қазіргі кезде өте көп дамып жатыр. Сонан кейін мынау полиграфия дизайны бар, жарнама дизайн деген бар, бізге сіздерге қатысты болу үшін. Бұның барлығында жаңа композиция деген түсінік бар. Композиция деген жалпы белгілі бір қалыпқа келтіріп, белгілі бір дүниені реттеп, соны ары қарай былайша айтқанда елеп екшеп алып, соны жүзеге асыру үшін ең бірінші енді мозговой штурм дейміз, қалай дейді сіздерде түсінік бойынша. Жалпы негізгі былайша айтқанда белгілі бір картинаның өзегі деп алсақ болады. Яғни белгілі бір кеңістікте белгілі бір затты қалай орналастыру керек. Ол мүмкін картина болатын болса, ол картинаны мысалы үшін сіздер картинада негізгі зат, негізгі сіздер айтайын деген ойларыңыз, ол қай жерде көрініс табу керек. Ол мүмкін мына картина белгілі бір айталық бір метр көлемдегі картина болса, соның композицияның құрылымы қалай орналасу керек. Сіздің айтар ойыңызды оны көрермен қалай қабылдау керек. Дұрыс және сіздің айтқыңыз келген ойды көрермен дұрыс және тез түсіну үшін сендер осы уақытқа дейін өнер түрінде қалыптасқан ғасырлардан ғасырға келе жатқан белгілі бір канондар бар, белгілі бір заңдылықтар бар. Композицияда соларды сіздер дұрыс қолданбасаңыздар, сіздердің жасаған жұмыстарыңыз болуы мүмкін, фотосуреттер болуы мүмкін, картиналар болуы мүмкін, жаңа айтқандай, яғни болмаса басқа да бір дизайнерлік шешімдер болуы мүмкін. Оның барлығы қалай болса солай болып шығуы мүмкін. Сондықтан да мына біздің кім? Қасқатаева деген кім? Жаңа қосылдау деймін да? Біздікілер ма? Бекзат болу керек, ол жаңа кіре алмай жатқан, басқа адамның телефонынан кіріп жатқан шығар. Жалпы қазір бізді тексерушілер де бар екен, сондықтан біздің сабағымызға мүмкіндігінше белсенді түрде қатысып отырып тырысуымыз керек. Егер бірдеңе түсінбей жатсаңыздар, оны сұраңыздар, мен соған жауап беруге тырысайын. Енді жаңа композицияны айтып жатырмыз, композициялық құрылым деген түсінік бар, яғни композиционный построение дейді. Жаңа белгілі бір сендер қандай бағдарламада жұмыс жасай аласыңдар? Corel'да істей аласыңдар ма? InDesign, Corel, Photoshop, Adobe Premiere Pro. Corel'ды біз әлі үйренген жоқпыз. Мен тек камерада ғана жұмыс жасай аламын. Басқа программаларды әлі үйренбедік. Әлі үйренген жоқсыңдар, Жоқ, біз тек қана әлі қолмен сурет салып жатыр, компьютерден әлі көшкен жоқпыз. Түсінікті. Сол жағын кішкене балым ақпарат беріп отырсаң, әйтпесе сендер ертең менің сабағыма қатыспай түңіліп кетулері мүмкін да. Аз-аздан жаймен келмесек болмайды екен. Онда біз жалпы дизайнерлерге қандай программалар білген дұрыс?
дизайнерлер ол мүмкіндік болса күштілігі жоғары ноутбук алсаңыздар болады, кейін планшет алсаңыздар болады. Соған арнайы қарындаштар бар, қазір сурет салуға арналған. Яғни сіз екі жұмыс жасамайсыз, сол смарт қаламсап арқылы сразу қағазға салғанша сол планшетке салып отырсаңыз, оны сразу электрон түрде сіз сақтай аласыз. Мынандай бағдарламалар сіздерге керек: InDesign, Illustrator, Photoshop. Сонан кейін мынау монтажға, видео монтажға арналған, жаңа сіздер айттыңыздар ғой, медиа дизайн деп. Медиа дизайн деген кезде негізінен ассоциация беретіні ол мынау аудио және видео материалдарды өңдеуге арналған монтаждау бағдарламасы. Жаңағы айтып кеткен иллюстратор дейміз, ол енді кітапты түптеп безендіруге арналған да. Photoshop деген бар, ол мына аты айтып тұрғандай фотоларды өңдеуге арналған бағдарламалар. Ал Corel дегеніміз ол мына жалпы жарнамалық өнімдерді жасауға арналған бағдарлама. Оны жыл сайын деп айтсақ болады, жалпы кез келген бағдарлама жыл сайын жаңартылып отырады. Мен жаңа ғана мысал үшін мына жерде мен бір видеоны монтаждап жатырмын қазір, Adobe Premiere Pro деген. Енді бұл қазір кезде кейбіреулер сұрайды маған, әсіресе мына басқа кафедрдағылар: аға, біз Adobe дұрыс па, әлде видео монтаж деген программа дұрыс па, болмаса Xeron деген дұрыс па деп сұрайды да. Мен айтамын, қазіргі кезде Adobe Premiere Pro өте универсалды бағдарлама. Ол Adobe-тың жалпы бір пакетін сатып алсаңыздар, әсіресе дизайнерлерге өте ыңғайлы, себебі оның ішінде Adobe үлкен бір пакетін бірақ алсаңыздар, оның ішінде жаңа мен айтып отырған Illustrator да бар, Corel да бар, Corel ұқсас бағдарламасы. Сонан кейін Photoshop бар, онан кейін аудио Audition дегені бар ішінде, сонан кейін видеоны Premiere бағдарламасы бар, және After Effects бар, яғни анимацияларды жасауға арналған бағдарламалар. Осының барлығын кейін өздеріңе қайсысы ыңғайлы болады, қайсысына өзінің қызығушылықтары болады, соған сәйкес үйренсеңіздер болады. Мен өзім ең бірінші Қаскелеңдегі Алматы облысы мәдениет колледжін бітірдім. Сол жерде көпшілік қойылымдар режиссері және сәндік қолданбалы өнер деген мамандықтар алып шықтым. Содан кейін Темір Өчіргенов атындағы ұлттық өнер академиясында оқыдым, суретші, мүсінші ретінде. Оны бітіріп Қызылға, содан кейін Тараздағы мемлекеттік университет бітірдім, жергілікті және басқару мамандығы бойынша. Содан кейін осы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде магистратураны оқыдым. Осы аралықтарда осыған дейін 2003 жылы мен Санкт-Петербург қаласындағы Репин атындағы көркем сурет академиясында бір жыл тағылымдамадан өттім. Онан кейін 15 жылы Түркияда Стамбул қаласындағы Мимар Синан көркем өнер университетінде, Стамбул университетінде бірнеше рет сол жаққа стажировка, повышение квалификации дейді, біліктілікті арттыру курстары бойынша барып қайттық. Содан кейін 2015 жылы тағы да ТРТ корпорациясында Анкара қаласында Түркияның. Тоже барып өзіміздің мен қызметпен тікелей байланысты болғаннан кейін сол жақтың телевидениесінде жалпы студенттер қалай жұмыс жасайды, аудио, видео саласында, монтаж, дизайн саласында қалай жұмыс жасайды, соны барып көріп, танысып, қайтуға мүмкіншілік болды. Енді алдағы қаласа келесі жылы мен болашақ бағдарламасы бойынша грант ұтып алдым. Нью-Йорк фильм академия бар ғой, Америка, Нью-Йорк қаласында. Бұйырса, сол жаққа барып, бір жылдық тағылымдаманы өтіп қайтамыз бұйырса. Жалпы қысқаша таныстық үшін айтып жатқаным ол.
Ал енді сабаққа келетін болсақ, жаңа айтып жатқандай композиция, оны мен кейін сіздерге тапсырманы беремін, үй тапсырмаларын ол бойынша. Содан кейін үй тапсырмаларын мейлінше сіздер уақытында орындап отырсыңыздар, себебі бал қойылады, сол балға сәйкес сендер кейін оқу жылының семестрдің соңында соған сәйкес жиынтық бал шығады. Ал енді қазір сіздер тапсырманы уақытында орындамасаңыздар, кейін соңында бірақ орындаймын десеңіздер, онда сіздер кейін бал толық ала алмай қаласыздар. Себебі неге мектеудің дейміз ғой, апталықтарға бөліп тастаған балды осынша балдан артық қоя алмайсыз. Бұрын ондай емес болатын, биылда мысалы қойып тастапты да. Мысалы үшін СРС-ға мысалы 15 балдан артық қоя алмаймыз, мысалы айтқанда. Сондай бір шектеулерді қойып тастаған. Сондықтан тапсырмаларды мейлінше берілген уақытта орындап отырсаңыздар. Содан кейін бұйырса WhatsApp-тан чат аштық, сол чатта түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса қосымша сұрап отырсаңыздар, мен мейлінше жауап беріп отырсам. Сонан кейін жаңағы сөз дегендеріңізді, өзіңіздің жұмыстарыңызды, онда сол неге жіберіп отырсаңыздар болады. Я болмаса мен сол чатқа почтаны жазам, сол почтаға жіберіп қойсаңыздар болады. Сол жерде мен қарап, сонан кейін ары қарай тексеріп, сәйкесінше бағаны қойып отыратын боламын. Сонан кейін оның өз шаблондары бар, сөздің қалай жазылу керек. Сіздер былтырғы жыл жазған шығарсыңдар, сабақ оқыған кезде. Егер жоқ болса айтыңыздар, мен сіздерге шаблон ретінде бірінен жіберейін сөзді. Сөз бар, Сөзді айтамын да. Сөзден әртүрлі тапсырма беретін, реферат жазуға, слайд. Реферат жазған кезде титулды лист жазылу керек, титулды парағы дейміз ғой, бірінші беті. Оның барлығы дұрыстап толтырылу керек. Дұрыстап аты жөндеріңізді жазыңыздар, қатесіз. Дұрыстап оны сіздерден талап көбірек болады, себебі сіздерден дизайнер болғаннан кейін сіздер мейлінше сіздерді әдемі шығу керек. Әдемі сіздерді қызықты болып шығу керек. Себебі мынау жалпы суретке бейімі барлар, жалпы бейнелеу өнеріне бейімі бар адамдар өздері әдемі болады, және жан-жағына әдемілікті нұрын шашып жүретін адам болу керек. Сондықтан бір-бірлеріне ұрсыспаңдар, қырқыспаңдар. Бұл өмірдегі қысқа ғана бір-бірімізбен сыйласып өтейік деп айтқым келеді. Так, сіздердің тарапынан қандай ұсыныстар бар? Так, Балым, жерде Шынар, Мариям, Мөлдір, Ақбота, Небір, ол болсын, әдемі есімдер бар екен. Бекзат, Шәкенова. Что-то Бекзат көрмедім оны. Мөлдір. Ау? Сіз айтып кеттіңіз, планшетпен жұмыс істейміз деп. Ол осы неде ме? Жоқ, ол алдында осы мына спәнді маған беретін кезде мен сұрадым. Планшетпен жұмыс ете аламыз ба дедім. Дәл қазір біз студенттерге ондай не қоя алмаймыз дейді. Себебі ол өте қымбатырақ тұрады, өздерің білесіңдер, мына дизайнерский планшет деген қымбатырақ тұрады. Сондықтан оны қазір мен сендерге талап ете алмаймын. Сәйкесінше мен мені силабусты өзгертуіме тура келіп өткен сол үшін. Сондықтан мына универдің жүйесінде силабус тұр. Енді онлайнға ыңғайлап жасалған силабус деп айтсақ болады. Сол жерде тапсырмалар бар. Ол тапсырмаларға сәйкес өздеріңіз үй тапсырмаларын орындап отырсаңыздар дұрыс болар еді деп айтқым келеді. Так. Планшет алсақ, мысалы, сонда қандай планшет алу керек? Оны мен кейін сіздерге онда қосымша жазайын, қандай планшет дұрыс екендігін. Қазір мына уақыт бітті деп жатыр ғой. Конференцияның уақыты бітті дейді. Так, ондай болса, бізде қайсысы бар екен қазір көріп жүрейін. Так. Бізде тағы да бір сабақ бар екен ғой, онда мен қазір үзіліс жасайын. Сонан кейін сағат 2-де қайтадан қосылайық. 2-де. Келістік па? Қазір үзіліске дейін бірдеңе жеп әлденіп алыңдар. Тура 2-де қайтадан қосылайық. Жақсы.